Тіс дәрігері тістеріңізді күніне кем дегенде 2 рет тазалауға кеңес береді. Әсіресе таңертең және ұйықтар алдында тазалау керек. Ұйықтар алдында тістерді щеткамен тазалау тіс жегісінің алдын алу үшін қажет. Бірақ көптеген адамдар бұл ережені елемейді немесе дұрыс тазаламайды. Тістерді дұрыс және уақытылы тазалау ауыз қуысын таза және сау ұстауға мүмкіндік береді. Егер сіз тісіңізді тазалауды тоқтатсаңыз не болады? Бірнеше күннен кейін тісте тіс жабындысы пайда болады. Адамның ауыз ылғалды, лас және қараңғы. Бұл бактериялар үшін қолайлы орта. Бұл бактериялар тістерді жабатын шырышты зат бөледі. Тіс жабындысы, яғни налет, жағымсыз майлы қабат. Бактериялардың тістерге жабысып көбірек бляшка шығаруына көмектесетін пленка. Егер сіз тістеріңізді 1 аптадан артық тазаламасаңыз, онда пайда болатын бляшканың көп мөлшері галитозға әкеледі. Галитоз дегеніміз ауыздан шығатын жағымсыз иіс. Біраз уақыттан кейін әр адамның денесінің жеке ерекшеліктеріне байланысты ауыз қуысында қатты тіс тастары пайда болады. 1 айдан кейін қызыл иектің ауруына әкеледі. Оны гингивит деп атаймыз. Қызыл иек өте нәзік және сезімтал болып келеді. Сондықтан тіс щеткасы, жіп, тіс тазалағыш кез келген қатты зат тигізген кезде қызыл иектің қан кетуі және ауырсынуы басталады. Біраз уақыттан кейін сол реакция тіпті тіл тиіп кетсе деп болатын болады. Бірнеше айдан кейін тістерді тазаламау пародонтиттің дамуына әкеледі. Бұл ауру қызыл иектің және сүйектің ішкі қабатының бұзылуына, сондай-ақ тістердің сынуына әкеледі. Осы уақытқа дейін адамның аузында кариес пайда болады. Ол қатты ауырсынумен бірге жүреді. Тістерді жылдар бойы тазаламау ауыз қуысында жараның пайда болуымен бірге маңызды органдарға зиян тигізеді. Ауыздағы бактериялар қанға еніп, бүкіл денеге таралады. Жүрек қан тамыр жүйесіне тіпті қатерлі ісікке дейін шалдықтырады. Сондықтан тістерді үнемі мұқият, таза ұстап жүруге кеңес береміз. Егер ақпарат сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.